Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге ең тәтті бөлгелер синнабонның рецептін ұсынамын. Қамырын жасауға жылы сүтке қант қосамыз және тұз саламыз. Оның үстіне ашытқы саламыз, араластырамыз. Үстіне сары май және бір дана жұмыртқа саламыз. Жақсылап араластырып, електен өткізілген ұн саламыз. Егер електен өткізсеңіз, қамырыңыз жақсы көтеріледі. Қасықпен, одан кейін қолмен араластырып, жұп-жұмсақ қамыр дайындаймыз. Қамырдың бетін жауып, 1,5-2 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамыр көтерілгенде ұн сеуіп, оған жаямыз. Оның үстіне май жағамыз. Корица мен қант қосылған үстіне, қамырдың үстіне жаямыз жаңағыны. Және де осыны рулетке ораймыз. Одан кейін пешті қосып қоямыз 180 градусқа. Сонда жақсы көтеріледі. Енді осыны кесу үшін қарапайым жіп қажет. Видеодағыдай кессеңіздер әп-әдемі түп-түзу етіп кесілетін болады. Осыны пергаментке немесе сұйық май жағылған формаға саласыздар да 180 градусқа пешке жібереміз. Әзірше помадка дайындаймыз. Творожный сыр, май және қант ұнтағын қосып миксермен араластырамыз. Сонда осындай консистенция пайда болады. Енді жылы бөлкелердің үстіне жаңағы помадкаларымызды жағып шығамыз. Астарыңыз дәмді болсын.